Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай роза гүлге ұқсайтын гүл манты жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, қолдап, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеоларында керемет, жеңіл, оңай рецептермен бөлісемін. Қоңыраушаны басып қойыңыз. Енді 250 мл суға тұз қостым. 2 шай қасық тұз қостым. Жақсылап ертіп алып, 350-400 граммдай ұн қосып, қамырымызды біріктіріп илейміз. Қамырымызды асықпай біріктіріп, астын үстіне кішкене ұн сеуіп, жақсылап біріктіріп илеп аламыз. Міне, бірікті қамырымыз. Енді гүл мантының ішіне қосатын қоспасын дайындаймыз. Ол үшін 4 пиязды майдалап ұсақтап турап, оның ұзындығынан тағы да 4 бұрыш тәрізді қылып, 4 пиязды да майдалап, жақсылап турап аламыз. Мен қамырдан 2 зола шығатын болған екен, оның біреуін осы 350 грамм фарш қостым, екінші золасына асқабақтан жасадым. Асқабақ қосылған мантыны келесі видеоларда көрсететін боламын. Фарш қатты майлы болған екен, бір картошка қосып жібердім. Сонда мантымыз өте дәмді болып шығады. Енді 1,5 шай қасық тұз қостым. 1/4 чайная ложка универсальный приправа. Сосын мантыға арналған приправадан тағы 1 чайная ложка қосып, жақсылап араластырып алдым. Жақсы араласты. Енді қамырын дайындаймын. Бір сола қамырымызды әдемілеп шетінен бастап жаямыз. Сонда қамырымыз бір тегіс әдемі болып шығады. Енді оқтаумен қамырды асықпай ұн сеуіп, жайып үлкейтеміз. Қамырды жұқа етіп жайып алып, манты түйуге дайындаймыз. Қамыр бір тегіс жұқа болып жайылды. Енді ортасынан бөліп, шет-шетінен, көлденеңінен барлығын осылай кесіп аламыз. Енді дайын мантының қоспасын бір шетіне торлап, қамырдың жететіндей мөлшерде аз-аздан салып шығамыз. Қамырдың бір шетін екінші шетімен біріктіреміз. Сосын оны ораймыз. Орап шетін мантының астына қарап жабыстырып жібереміз. Орап болғаннан кейін гүл тәрізді етіп, шет-шетін қайырып шығамыз. Сонда роза гүлге ұқсап, әдемі болып шығады. Енді мантыфарканың астын майлап, роза гүл мантыларымыздың бәрін әдемілеп салып жайғастырамыз. Мантының беті кеуіп кетпес үшін сұйық майды жағып шығамыз бетіне. Сөйтіп 45 минутта мантыларымыз піседі. Роза гүл ұқсаған мантымыз дайын болды. Енді қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте дәмді, ерекше. Осылай жасаған гүл манты ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер.